әзіл әлемінде жүрген кезде, бастапқы кезде, егер байқасаңыздар, тоже шындық, енді шын айтайын, Қайраттың монологтары сәтсіз болды. Өткен жоқ, күлкілі болған жоқ. Ол жерде сіз Қайрат үшін барған жоқсыз әзіл әлеміне. Мен точно білемін, ол кезеңде. Ол жерде бағы жанған кім білесіз бе? Тұрсынбек. Енді әрине ол ол ұйымдастырушы Қанаттың бағы жанды ол жерде. Автоматпен шыққан, аузымен автоматты салып. Міне сол кезде действительно бум болды да. Қанат сол кезде Қанат Әлжаппаров болып автомат деп шықты. А Қайрат ондай болған жоқ ол жерде. Кішкене бір сенімсіздік болды ол кезде. Сосын телевидениеға кіріп, ары қарай тағы да кино проекттер болған кезде ғана Қайрат өзін кәдімгідей уже юморист ретінде, актер ретінде сенімдірек сезіне бастады. Осындай шындық. Атақты актердің келіншегінің «Шай в большом городе» туралы өзінің критикасын жіберіп жатыр екен да. Енді мен өзіме айтылған критиканы көбінесе қабылдаймын. Көтмек сұра бермеймін ғой былайынша. Өйткені ол мен жұмысым, мен сонымен семья асырап отырмын, бүйтіп красоваться ететіндей жағдайда емеспін. Және де непрофессиональный дегендей. Ол енді мен дипломированный актрисамын. Енді бәріне мен дипломды көрсетіп жүрмейтін жерім яқса оқығанмын деп. Просто маған обидно болғаны Мөлдір Мұханның тарапынан айтылған критика кішкене ауырлау болды деп ойлаймын. Өйткені ол енді бір кино түсіріп бастап келе жатқан адам, бір майын ішкен адам болса, бұл критиканы қабылдауға болатын еді. Одан кейін, бәлкім Мөлдір Мұхан Тұрсынбек Қабатовтың әлі де әйелі болған кезде әңгіме сәл басқаша болатын беді. Чонсыз бейбилау болатын беді деп қоямын да. Енді бұл да менің өзімнің жеке ойым, критикамда. Енді біз бағаны басқа кинолармен жаңағыдай салыстыра айтамыз дедім ғой. Салыстыра келгенде әрине актерлық құрамда дейік бірінші. Актерлық құрам слабый. Өйткені ішінде кинода көп опыттары жоқ адамдар. Тіпті танымайтын біреулер жүр вообще. Мен білмеймін, мүмкін Мөлдір ханымның подружкалары ма, компаньондар ма, или спонсорлар ма бұл киноның. Мен білмеймін кім екен ол кісілердің, мүлдем. Енді көрініп тұр, ешқандай актерлік жаңағыдай өнерге қатысы жоқ адамдар. Сосын журналистер жүр, енді Астананың мен деген ханымдары жүр. Енді бұл, наверное, маркетинг шығар деп мен ойлаймын енді бір жағынан. Екінші жағынан, бірақ бұның кері әсері болды. Өйткені киноның шынайылығына кішкене әсер етті деп мен есептеймін. Актерлық құрамның ішінде тек қана кино әлемінде кішкене тәжірибесі бар Ақерке Арыс, и то ол да профессионалды актер емес. Бірақ дегенмен осы кинодағы әйтеуір бір күлетін жерлерді сол қыз ғана алып шыққан екен. Басқа ешқандай күлетін юмор, бір сатира ештеңе ішінде жоқ. То есть бұны комедия деп те біз айта алмаймыз. Өйткені ішінде комедия өте аз, тек қана сол Ақеркенің арқасында ғана көңіл көтеретін бір моменттер бар. Сол, потом ішінде блогерлар жүр. Тима, актер, модель жігіт жүр, мен клипімде түскен кезінде. Сондай адамдар жан-жақтан жиналған. И сама вообще идея, мен ойлаймын, кино үшін, бүкіл халыққа көрсететіндей, миллиард жинайтындай кино үшін сама идея слабая негізі ше. Бір басқаша идея ойластыру керек негізі. Мен байқаған бір минусты айтқым келеді, бұл костюмердің жұмысы. Но одежда, конечно, фильмдегі, это, конечно, стоит внимания, да. И бұндай киімдерді, мен есімде болса, осыдан бір 10 жыл бұрын бізде кино түсіріп бастаған кезде, Баян Есентаеваның кинолары, Мөлдірлер түскен, Қайрат Нұртастың кинолары, когда только начиналась кино деген индустрия, да. Вот сол кезде сондай киетін киімдер. Но қазір уже ол заман өтіп кетті. Қазір біз уже более басқаша бізде көзқарас, да. И поэтому современный кино деп есептейтін болсақ, современный киноға бұл костюмдер, то есть кез келген әйелдің киген, еркектің киген киімдері мүлдем жарасымсыз. Как бы некрасиво. Киноны арзандатып тұрады деп айтсам артық болмайды. Сосын көзге оттай басылған, құлаққа оттай басылған, то есть айтсақ болады, бұл дубляж. Киноның дыбысталуы. Бізде кино білесіздер, дыбысталады, үстінен жазады дауыстар. Кейбір кинолар тікелей сурет, кейбір кинолар үстінен дұрысталады. Енді бұл жерде мен актерлардың сөйлегенін, жаңа кәсіби ондай сөйлегенін айтпай қояйын. Ол потому что актерлар емес қой ол жерде. Сахна тілін оқымағандар ғой көбі. Жалпы качество звука, да, и то, что, например, вот столға телефон түссе, ол тық деп түсу керек, да, ал телефон түседі и дауыс жоқ. Бірдеңе құлайды, оның дауысы жоқ. То есть, понимаете, ол профессиональный кинода оның барлығы дыбысталу керек. Былай болмаса да деп қойып ауызбен надо это все делать, знаете. Вот такие моменты. Менің көзіме, құлағыма оның барлығы көрінді. Мүмкін басқа халық оны көрмейтін шығар, ермейтін шығар, маған көрінді. Енді әрине айта кету міндет, бұл жерде қалай болса да еңбек бар, яғни продюсердің ақшасы, да, режиссердің жұмысы, сценаристің жұмысы, оператордың жұмысы, тағы да киноның артында тұрған адамдардың жұмысы, олардың ниеті бар, енді қандай болса да, и солардың барлығының ниетінің түйіліп келіп, түзеліп келіп, бір күнде осындай тұсаукесер берілуінің өзі успех деп айтсақ болады, конечно, да, белгілі бір деңгейде. Бірақ егер салыстырмалы түрде айтатын болсақ, енді бізде миллиард жинаған аты шулы кинолар бар ғой, бизнес по-казахски, хотя бы в кино, мына ыстық ұя деген сияқты, енді сравнительно бұл бәсекелестікке келмейтін кино. То есть біз бұл кинолармен бұл киноны салыстыра алмаймыз никак. Вот егер сіз
өте жақсы деген баға қоямын. Мен кино әлеміне басқан қадамым кеше ғана. Көп нәрсе түсінбей тұрсам да мен алға тарта бердім. Аллаға сан шүкір. Киношниктердің барлығы қазір түсініп қарайды. Өйткені бәленбай жыл кинода жүрген адамдардың өзі бір сүрініп, бір тұрып жатыр. Бірақ талмай алға кетіп бара жатыр. 28-ден астам локация, Астана қаласы, Қазмедиа, Шератон, мықты мен деген ғимараттар, Ламборджини. Мен бұл жерде еліміздің, Астанамыздың әдемілігін көрсеткім келді. Әдемі киінген жандарды көрсеткім келді. Костюм шикарный, барлығына жұмыс жасалып, мықты мамандар шоғырланып жұмыс істеді. Достықты бағалау, махаббатқа деген адалдық, өтірік көзбояушылық дүниелер барлық көрсетілген. Мәні бар әдемі кино. Мен өзіме 5 деген баға қойып киелерін кигізіп жібердік. Мысалы, ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекский кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оны жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол нанды бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы сол сөз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен мен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтерді дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап отқан опасыздығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе берді деп осы айтқан.